Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гүлмира. Бүгін біз сіздермен Pinduoduo сайтында аяқ киімдерді көретін боламыз. Қысқаша аяқ киімдерге тоқталып өтетін боламын және бағаларын салыстыратын боламыз. Біз аяқ киімдерге тоқталған кезде сайттың өзі оны бірнеше бөлімдерге бөліп қояды. Ол ерлер, әйелдер және балалар аяқ киімдері. Әйелдер аяқ киімдерінің өзіне кірген кезде оның үлгісіне байланысты қыстық, жаздық, тағысын-тағы түрлерге байланысты бөліп қояды. Енді біз категория бойынша кез келген бір аяқ киімге кіріп қарайық. Бұл аяқ киімнің бағасы 15 юан деп алайық. Осы 5147 сатылым болған бір дүкеннің өзінде 2022 жылы шыққан. Но астында комментарийлер аздау екен. Міне достар, суреттер осы. Бұл дүкенде жаңадан ашылған ба, сәл аз екен. Енді шығып бағасына мән берейік. Бұл жерде 15 екен бағасы. Қазір көретін боламыз. 15. 1023 теңге. Достар, сенесіздер ме? 1023 теңгеге осындай аяқ киімді алу. Бұл бізде әрине мүмкін емес. Тек Pinduoduo сайтында ғана мүмкін. Кері қарай шықсақ болады. Мысалы, мына жазға арналған әйелдер аяқ киімінің бағасы 19,9 юан екен. 19,9. 1357 теңгеге сіз осы аяқ киімді алсаңыз болады. Әртүрлі түстері бар, әртүрлі өлшемдері бар. 2022 жылы шыққан. Астына түссеңіз, осы аяқ киім туралы толық не жазылғанын білуіңізге болады. Және бұл дүкенде суреттің астына мән берсеңіз, 10 мың сатылым болғанын көрсетіп қойған. 691 адам өзінің пікірін білдірген екен. Қарайық, суреттер біз үшін ең маңызды нәрсе. Міне достар, бұл осы затты алып қолданып жатқан адамдардың қалдырғандары. Дәл суреттегідей деп айтуға болады. Сапасы жағынан уайымдамасақ болатын секілді. Осындай қарапайым заттарды сатылымға алып келіп сатсаңыздар болады. Бірақ сіз интернет-магазин ашып сататын болсаңыз, лажы болса өлшем қажет етпейтін заттар сатқан дұрыс. Енді мысалы мынаған қараңыздар. Осындай аяқ киімдер жазға арналған әйелдер аяқ киімдері бағасы 23,8 екен. 23,8. Бұл 1623 теңге. Сенесіздер ме достар? 1623 теңгеге осындай таңдап тұрып аласыздар. 979 сатылым болған. Дәл бұндай аяқ киімдер бізде білесіздер ме? 7,000, 8,000 үстінен сатылады. Тіпті ол қымбат болмаса бұдан. Енді қараймыз. Алған адамдарға негатив пікірлер жоқ, бәрі күшті смайліктер жіберіп бөлісіп жатыр. Қараңыз, суреті де прям сапасы жақсы, жаман ештеңе көріп тұрған жоқпын. Егер бұл зат сапасыз болса, бір нәрсені біліп алыңыздар. Осынша адам оны алып, әуре болмайтыны анық. Қытайдың адамдары өте жақсы білет бұл сайтты. Олар сапасыз заттарға осыншалықты жоламайды. Егер зат сапасыз болса, негатив пікірді аямай жазады. Бағалар көріп тұрсыздар ғой. Не көрсетсем де 1000 теңгеден әрі аспайды, 2000 теңгеден әрі аспайды. Өте арзан бағалар. Аяқ киімнің қай түрі болса да таңдап алсаңыздар болады, өздеріңіз ұнайды. Егер сіздің өмірде көріп тұрған аяқ киіміңіз болса, соны суретке түсіріп осы жақтан іздесеңіз болады. Бір дүкеннен көрген аяқ киім болса, осы жақтан іздесеңіздер шығарып береді десеңіз. Немесе аяқ киімдер деп қытайша жазып алып, соны осы жерге қоя салсаңыздар да шығарып береді. Мысалы, мына аяқ киімге қараңыздар. Күшті және әртүрлі цветтер бар екен. Бағасы 32,8 екен. Осыларды алып келіп, бізге 14-12 мың теңгеден сатып жатыр достар. 38,8, 2237 теңге. Осы аяқ киімді сіздер ала аласыздар. 2200. Былай қарасаңыздар, бағалар өте күлкілі. Шынымен осындай бағада осындай сапалы затты табу мүмкін бе деп ойлауларыңыз мүмкін. Қарап тұрсыздар, көріп тұрсыздар. Қаншама адамдар ерінбей өздерінің суреттерін қалдырған. Қараңыздар, өте анық, жақыннан сапасын білсеңіздер болады останақ. Ешқандай да жаман емес. Астына түсіп, осы сатушының ары қарай қандай өнімдер бар, соны көрсеңіздер болады.
Жалпы Pinduoduo сайтының болашағы өте зор, Қытаймен бизнестің болашағы өте зор. Сіздер ертеңгі күні өздеріңіз жеке бір шағын кәсіп бастасаңыздар да осы сайттан кез келген нишаны таңдаңыз, баға арзан. Міндетті түрде Қазақстанда сатушыларынан сәл төмен бағада сатсаңыздар, оның сатып алушылары табылады. Ақша жоқ деп қарап жүру де, немесе жоқ нәрседен ары қарай бір нәрсені шығарып, пайда көру, өсу, өну де ол сіздерге байланысты тікелей. Сондықтан қазақ халқы үшін оянатын уақыт келді, бизнес бастайтын уақыт келді, достар. Сондықтан сіздердің көздеріңізді ашу мақсатында тіпті ештеңе жасамаймын дегеннің өзінде төмен бағада заттарды алуды үйрену үшін мен сіздерге қызықтырып осылай бағаларын көрсетіп отыратын боламын. Кете берсек, міне көріп тұрсыздар ғой, қаншама түрлерімізге шығарып жатқан. Мысалы, осындай күшті тойға, тағы да басқа жерлерге киіп баруға болатын аяқ киімдерді көрсетейін қазір сіздерге. Мен тек әйелдер аяқ киімін көрсетіп жатырмын. Мен қызығушылығым тек сода болғандықтан сіздер негізінен сайтта ойлап қалмаңыздар. Еркектердің де, балалардың да аяқ киімдері өте көп таңдау. Міне алған адамдар өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр. Суреттегісінен ешқандай да разница болып жатқан жоқ. Заттардың бағасы 27, бұл да бір 1000 бір нәрсе теңгенің көлемінде. Мысалы, мынадай сандалиялар қазір бізде мода болып жатыр, иә. Бұлардың бағасы 29,9. 29,9, 2039 теңге ала аласыздар. 2000 адамның несі бар екен, қалдырған пікірлері бар екен. Сосын тағы да достар, сіздерге айтатын нәрсе, мысалы ертең қыс келеді алдымызда, сол кезде қыстық аяқ киімдер бізде 45 мың, 65 мың теңге болып жатыр, 35-тен төмен таппайсыздар. Ал олардың барлығы осы Қытай елінен алып келетін аяқ киімдер. Сондықтан өздеріңізге керек заттардан ақша үнемдеп, әрі сапалысын тікелей алғыларыңыз келсе, осы Қытайдан алсаңыздар болады. Неше түрлі етіктер бар, неше түрлі аяқ киімдер бар, таңдау өте көп. Көрсете берсем барлығы көп. Жай ғана әйелдер аяқ киімі деп мына жерге жазып іздеп көрейік, қазір бізге шығарып береді. Міне достар, қараңыздар, әртүрлісін шығарып берді бізге. Кроссовкалардың өзін, брендті кроссовкаларды тапсаңыздар да болады. Бұның бағасы 31,8 екен. Қазір комментарияларды көретін боламыз. Қараңыздар достар, прям суреттегі өмірдегісі, то есть суреттегідей ғой. Бір жерінде ешқандай бір жаман нәрсе көрініп тұрған жоқ. Бірақ болып келмейді. Ары қарай осы сатушының өнімдерін көрсеңіздер болады. Көрсете берсем, уақыт көп кетеді, көп нәрсені сіздерде қаламайсыздар, білем. Бірақ шын жүрегіммен айтып тұрмын, бұл сайтты оқымасаңыздар өкінбейсіздер. Сайт туралы, курс туралы жекеде толық ақпарат ала аласыздар. Және Instagram парақшама міндетті түрде жазылыңыздар. Ол жақта мен күнделікті өте көп информацияны салып отыратын боламын. Келесі кездескенше аман-есен болыңыздар. Каналға лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.